Саламатсыздар ма? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Назгүл Талипқызының мынадай әдемі аялаға газет журналдардан көлік жасайтын боламыз. Мінекей газеттер өзіміздің оқылып, кәдімгі үйде жатып қалған оңтүстік және шамшырақ газеттерден, үлкен және кіші газеттерден көлік жасайтын боламыз. Алдымен етегін үлкен газеттен ұзын емес көлденең қылып, қолымызбен гармошка алып, шіле үлкен ірі емес және мүлдем майда емес, орташа гармошка жасайтын боламыз. Алдыңғы видеода кәдімгі күздік аруларға арналған кәдімгі осындай журналдардан, тек газетінен емес, әртүрлі фирманың журналдарынан көлік жасаған жайым бар еді. Енді осы жолы мен сіздерге газеттен жасалған аялаға арналған көлікті жасайтын боламыз. Гармошканы үстіп, қолымызбен қайырып, алдына, артына қараңыздар. Бізге осындай гармошкадан бір 5-6 газеттен тұратындай қылып жасайтын боламыз. Мұқият аяғына дейін қарап отырыңыздар. Ұнаса лайк басып, әрине міндетті түрде сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде тіркеліп және сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіздер. Мінекей осындай газеттен бізге бір талай керек. Мінекей бір талайын сіздерге дайындап қойдым. Енді осыларды бір-біріне қағаз кілеммен жабыстырып шығатын боламыз. Қараңыздар. Кейбір газеттердің ішінде кәдімгі түрлі түсті краскасы бар. Жаңа не дейді? Цветной дейді, краскасы бар. Журналдардың бір-екі беттері бар. Осыны бір тегіс қылып қағаз кілеммен жабыстырып шығамыз. Өте жақсы жабысатындай қылып жабыстырып шығыңыздар. Ажырап кететін жағдай болса, сіздер міндетті түрде скотчпен жабыстырыңыздар. Сонда сенімді боласыздар. Осы жолы мен мынаны кәдімгі қағаз кілеммен жабыстырып жатырмын. Кәдімгі етегі өте кең болу үшін сіздер осы газеттің 6, 7, 8 газетті бір-біріне біріктірсеңіздер болады. Мен осы жолы сіздерге 6-7 газет кетіп жатыр. Енді қолымызбен осыны гармошканы жиып аламыз. Қараңыздар, жиып көреміз. Мінекей етегі қандай кең. Енді осыларды скотчпен жабыстырып шығамыз. Кішкене жиіріп, скотчпен жабыстырып отырамыз. Сонда біздің юбкамыз әдемі болып тұрады. Мінекей, енді қалғанын жабыстырып шықтық. Енді артқы жағын аударып, артқы жағында скотчпен жабыстырып шығамыз. Сонда артқы жағы кішкене ажырап кетпейді. Өзіңізге сенімді болсаңыз, осы скотчпен екі жағында жабыстырып тастаңыз. Біздің заманымызда, мысалы 20-30 жыл бұрын мынандай скотч жоқ етін. Өте ыңғайлы. Қағаздарымызды клейлейміз десеңіз, жабыстырам десеңіздер, қандай болса да ыңғайландырып жабыстырсаңыздар болады. Осыдан алдыңғы 20-30 жыл бұрын бізде қағаз клей болатын. Клейлесе жөнді жабыспайтын. Жабысқан жерлерде сап-сары сатала болып қалады. Қазіргі заманда небір клейлер, небір көрінбейтін нәрселерді істеуге болады. Мінекей, біздің көлегіміздің етегі дайын болды. Енді бізге қараңыздар, кең әдемі болды көлегіміздің етегі. Енді осыны өзімізге сенімді болу үшін екі жағында скотчтап тастаймыз. Сонда іш жерге ілінбейді, іш жерге жабыспайды. Осы скотчпен
кілеленіп тұратын болады. Етегі дайын болды. Мінекей, қараңыздар. Енді жоғарғы жағын жасаймыз. Жоғарғы жағында бөліп киюге де болады, кофта ретінде және көйлек ретінде. Негізі мен 3 түрлі болып тұр набор, өйткені басқа тағатында істейміз, және алдына кофта да және көйлектің де жоғарғы жағында істеуге болады. Қалай ыңғайлы, солай кисеңіздер болады. Осы енді көйлектің жоғарғы жағын істеп жатырмыз. Кішкене газеттен жасап жатырмыз, үлкен газет емес. Енді осыны бүктейміз кішкене. 15 сантиметр қылып бүктедік. Сонда кішкене иығынан төмен, белінен жоғары болып тұрады. Иықтарыңыз кішкене ашық болып тұрады. Алдына кішкене гүл жасайтын боламыз гармошкадан. Енді осыны скотчпен жабыстырып шығамыз. Жабыстырып шықтық. Енді өлшеп көреміз, мінекей. Бізге жоғарғы емес, қолтығынан астыға қарай кофта жасайтын боламыз. Кішкене ләмкеге ұқсайды. Енді бел жағын бүретін боламыз. Міндетті түрде осы бел жағын бүріңіздер, сонда кәдімгі бел жағыңыз әдемі болып, сұлу болып көрінеді. Төс жақтарыңыз әдемі болып тұрады. Енді осының үстіне біз кішкене газеттен кәдімгі жаңағыдай гармошканы қолымызбен жасап шығамыз. Дайын болды. Енді ортасын скотчпен жабыстырып кофтамызға қоятын боламыз. Өте әдемі, модный. Көйлек те болады, кофта да болады. Бұл кофтамен юбканың ортасын біріктіріп тастасаңыздар, әрине көйлекке айланатын болады. Өздеріңіз білесіздер. Алтын күзде негізі көйлекті кигізген өте қиындау болып келеді, сондықтан бұл көйлекке жатады негізі. Бірақ кофтасын бір бөлек, юбкасын бір бөлек кигізетіндей өзіміздің жағдайымызды жасайтын боламыз. Қараңыздар, енді осыны кигізе салатын боламыз. Бір жақ кішкене ұзындау болып қалды, соны қырқып тастадық. Енді шашымыздың жанына кішкене модный болу үшін тағы да бір газеттен гармошка жасайтын боламыз. Мінекей. Осы гармошканы шашымыздың бір шетіне қойып қойсаңыздар, өте әдемі, кәдімгі көйлектің басында кішкене наборымен киіп алғандай боласыз. Мінекей, үшеуі дайын болды. Осыны енді аяла қызымызға киіндіретін боламыз. Мінекей, қараңыздар, өте әдемі. Басына да, қолына да ұстаса болады. Қытайлардың қыздары ұқсатып. Біздің мода көрсететін аяла қызымыздың сүйреті де мінекей дайын. Көргендеріңізге рахмет.